Достар, баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді коржикелер дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар үйде бар. Қолжетімді заттардан жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. ұн, жұмсақ сары май, қант, жұмыртқа және де қамыр қобыздағыш керек болады. Жұмсақ сары майды ыдысымызға саламыз. Және де үстіне қант саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Қант пен май бір-біріне толық араласқанға дейін. Кейіннен бір дана жұмыртқамызды саламыз. Тағы да миксерлейміз. Бізде масса толық араласу керек. Кейіннен ұнымызға қамыр қобыздағышты біріктіреміз. Жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізіп, жаңағы жұмыртқалы қоспамыздың үстіне ұнды саламыз. Таяқшаның көмегімен немесе қолымызбен қамырды басып, жұмсақ болдырып илейміз. Бізде қамырымыз қолға жабыспайды, жұмсақ болып шығады. Дайын қамырды теңдей екіге бөлеміз. Бізге оятын домалақ құрал және де ортасын оятын насатка керек болады. Қамырдың бір бөлігін жұқа болдырып жаямыз. Кейіннен ойып аламыз. Немесе өздеріңіздің қалауларыңыздағы пішінде бере берсеңіздер болады. Ортасын насатканың арт жағымен ойып аламыз. Дайын коржикелерімізді жайлап, алдын ала дайындалып қойған формамызға тізіп аламыз. Арасын қатты жақындатпаймыз. Бізде шамалы коржикелеріміз өседі. Сондықтан шамалы алыстау қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысына аз ғана сүт араластырдым. Және де барлық коржикелердің үстіне жағып шығамыз. Қалауыңызша бетіне жаңғақ себуіңізге болады. Алдын ала қыздырылған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің коржикелеріміз үгітілмелі, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды дегенге сенімдімін. Сіздермен бірге болған Ақбота. Келесі видеода кездескенше.